Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгінгі видеода қан қысымын түсіру жолдарымен бөлісетін боламыз. Жаста, мезгілде таңдамайтын, аяқ астынан пайда болатын бұл аурудан арылу қиын. Десек те қан қысымын қалыпта ұстап, өзіңізге күтім жасап жүрсеңіз, мазасызданбайтыныңыз анық. Сондықтан да қан қысымын реттейтін дәрілерді іше бермей, үй жағдайында ем жасап көріңіз. Егер қан қысымыңыз жоғары болса, жарты жыл бойы күніне бір рет балғын қызылшаға қайнатып жеуге болады. Сарымсақ пен аскөк қосылған салат жеңіз. Оған рафинатталмаған күнбағыс майын қосуды ұмытпаңыз. Келесі, ұйқыға жатар алдында 1 стакан сүтті сәл ғана жылытып, 1 шай қасық долана тұнбасын, яғни дәріханаларда сатылады, соны араластырып, аз-аздан ұрттап ішсеңіз, қан қысымыңызды түсіреді. Қан қысымының артуына алоэның пайдасы өте мол. Ол үшін алоэ жапырағын кесіп алып, мұздатқышқа салып қойыңыз. Күнде таңертең тоңазытқыштағы жапырақтың үшеуін алып, шырынын сығыңыз. Шырынды 1 ас қасық сумен араластырып ішіңіз. Артынан 1 сағатқа дейін ештеңе ішіп жеуге болмайды. Осы емді 2 ай үзбей жасасаңыз, қан қысымыңыз қайта қалпына түсіп, ағзаңыз дұрыс қалыптасады. Қан қысымның бірден көтеріліп кетуіне даршын, яғни корица мен айранның да пайдасы орасан зор. Ол үшін 1 стакан айранға 1 шай қасық даршынды араластырып, күніне 3 мезгілден 10 күн ем қабылдаңыз. Қан қысымыңыз өте жоғары болса, онда жарты стакан жер жаңғақты қабығымен қоса банкіге салып, батқанша сірке суын құйыңыз. Қақпағын мықтап жауып, 7 күнге тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң күнде таңертең және кешке 10 жер жаңғақтан жеп тұрсаңыз, қан қысымыңыз 2-3 күнде қалпына келеді. Қан қысымын төмендетудің тағы бір тәсілі: 500 грамм балдыркөкті тамырмен майдалап, сырлы ыдысқа салып, 1,5 литр су құйыңыз да 30 минут бойы отта қайнатыңыз. Суытып, сүзгіден өткізіп, 50 грамм қант қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған қайнатпаны күніне 2 рет, таңертең және кешке тамақтанып болған соң шай орнына ішіңіз. Қан қысымын тұрақты жағдайда ұстап тұруда дәрі-дәрмектер мен емдік шөптерден бөлек ас мәзіріне өзгерістер енгізіңіз. Тұздалған, ащы, маринадталған, кептірілген майлы тағамдарды шектеп, оның орнына мейіз, кептірілген өрік, балғын шырындар, жеміс-жидектер, көкөністермен алмастырыңыз. Мүмкіндік болса, бұлақ суын пайдаланғаныңыз дұрыс. Күніне 1,5 сағат таза ауада жүріңіз. Бүгінгі ақпаратым осымен тәмам. Пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.